Сәлеметсіз бе оқушылар? 9 бөлмесінің кезекті сабақтарын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жүріс дәлдігін есептеу үйрену. Тақтаға келсек, мен қазір 9 бөлмесінде осының алдындағы сабақтарда мен түсіндірдім. Әр отауда өзінің реттік нөмірлері бар. Солдан оңға қарай, мысалы 9 отау, 9 реттік нөмірі. Бірден бастап 9-ға дейін. Мына бастаушы жағында, қостаушы жағында қарама қарсы бірден солдан оңға қарай, бірінші отаудан реттік нөмірден 9-шы отауға дейін. Солдан оңға қарай басталады. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбы жүріс дәлдігін есептеу жолдары. Бірінші 9 ойынында бізде түйін сандар бар. Түйін сандар дегеніміз ол мысалы 10 саны, 19, 28. Неге бұлар түйін сандар дейміз? Осыларды әрдайым еске түсіріп отырсақ, бізге жүріс дәлдігін білу ойға түседі. Мысалы 7-ші отауда 10 құмалақ. Егер 10 құмалақ болса әр отауда, ол қай жерге барады? Ол өзінің санына барады. Мысалы 7-ші отауда 9 құмалақ, ол барады 7-ші отауға. Егер 10 құмалақ 6-ші отауда болса, ол дағы 10 құмалақ барады 6-ші отауға. Осындай заңдылық бар. Сондықтан әр отауда 10 құмалақтан жатса, онда уже білу керек, ол өзінің қарама-қарсы, өзінің реттік аттас санына барады, қарама-қарсы жақтағы. Мысалы 6-шы отауда 10 құмалақ, ол 6-шы отауға барады. Егер мысалы 8-ші отауда 10 құмалақ болса, ол 8-ші қарсыластың 8-ші отауына бар. Осыны жаттап алу керек. Содан кейін осыған қарап біз санау ретін білуімізге болады. Мысалы 6-шы отауда 12 құмалақ болса, біз білеміз, 10 құмалақ барады 6-шы отауға. Оған тағы 2 құмалақты қосамыз. Мысалы, ол барады 8-ші отауға. 2 құмалақтан қосылса. Бұл енді кері санасақ, санап отырсақ, мысалы, мына жақтан 10 құмалақ, мына жерде 6-дағы 10 құмалақ 6-ға барады. Одан кем болып жатса, мысалы 9, ол 5-ші отауға барады. Солай кері, сосын алдын ала санау әдісін үйреніп алуға болады. Ары қарай, келесі түйін сан бізде 19. Егер бір отауда 19 құмалақ болып жатса, ол әмәнді өзінің айналып келіп, өзінің отауына келеді. Соны жаттап алу керек. Сосын ары қарай кері санау, сосын осы отаудан кері алға санау болады. Мысалы, егер 19 саны өзінің отауына келетін болса, жанындағы 18 міне сол жағына келеді, ары қарай 17, 16 осылай санауға болады, жеңіледі. Егер 19-дан көп болып жатса, мысалы 20, 21, 22, енді түсінікті жерде 20 болады, 21, 22 осылай кете береді. Ары қарай келесі түйін сан 28. 28 саны айналып келіп, есімізде болу үшін айналып келіп өзінің санына келеді. Қарсылас жағындағы 2-ші отауға келеді. 2 айналып келеді де, бір айналады, 2-ші айналып келіп, сол санға келеді. 2 айналып келіп, сол санға келеді. Соны есте түсіру керек. Егер 28 болса, жанындағы отаулар 27, 26 кете береді. Ілгері 28, 29, 30 былай қарай кете береді. Сондықтан осы түйін сандарды еске түсіргеніміз дұрыс. Сонда бізге санау дәлдігін есептеуге жеңіл. Міне балалар, бүгінгі санау дәлдіктерін, дәлдік қай отауға құмалақтар барады, қай отауға тез санау керек әдістерін көрсеттім. Осы әдістерді келесі сабақтарда қайталаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.